Сәлем қыздар, қалдарың қалай? Ораза аяқталып, рахаттанып, бір шаруа бітіргендей өздеріңді өздері мақтап өмір сүріп жатсыздар ма? Оразаны аман есен қарызды қалай өтеймін, шәуел айының 6 күндігін қалай қылам деп, сәлем қыздар, қалайсыңдар? Жақсы, шүкір. Жайлап, мен сондай бір қуанышты жаңалықпен бөліскім келді. Алдында бір айтайын дедім де, көп айта алмай қалып едім. Сол маған мен осы бір прямой эфирде айттым бір қызымыз туралы. Негативке қатты түсіп кетіп, күйеуімен, енесімен қиналып отырған қыз. Мен онымен телефонмен сөйлесіп, оның барлығын саған айту үшін 5 сағат керек. Ол және бір күн айтқанда сен оны миыңа сіңбейді. Оны жайлап күнде тыңдап жай сөйлеп отырмын, потому что ана жақта тентек қыз ұйықтап жатыр. Сол сен лучше телеграм каналда тыңдашы, сосын маған хабарласарсың деп сөйдегенмін. Енді ол голосовой жазып жіберген, кеше жазып жіберген. Мен таңертең тыңдармын, жатар орынға тыңдамай қояйын десем, енді тағы да жазып жіберіпті, түс көрген, жақсы түс көрген кәдімгідей. Енді бір қызығы негатив до такой степени қиналып кеткен. Даже мен сөйлесуге неттім да, өте ауыр болғаннан кейін. Мен сөйлесе алмаймын, сен осылай кішкене өзгеруің керек деп, әлі кішкене энергетический состояние көтеру керек, төменгі жақта тұр да, мықты негативті. Соны сөйтіп айтқан қызымыз, қыздар қалайсыңдар? Өзгеріс қызық енді, қыздар қарашы, сөйтіп тұрған адам осыдан бір 2 ай бұрын примерно карантиннің алдында ма екен, 2 айдың ар жағын бер жағында примерно сондай уақытта жазған қызым ғой. Өзі Өзбекстанда Қазақстанға кірейін деп жатыр. Негізі Қазақстанда тұрады, тұрмақшы, сондай пландары бар. Сол бірінші дейді да, жүрегім тынышталып қалды дейді. Ендігі бір қызығы, қыздар, қызық емес, енді ол Алланың ғажайыбы ғой. Былай дейді да, күні бойы дейді, бір аят миыма келе береді, тіліме түсе береді, мен күбірлеймде жүремін дейді. Ал бұда носки дейсің, киген жақсы ғой носкилі бұда. Мін тұр носкилі, мін. Міне же қойып қойдым. Сол мен енді қолым босағанда тек қана кешке қарай оқып жүрмін. Сол сүрелердің барлығын оқимын дейді да, сол дұға сүрелерді оқимын. Әлде бір арнайы уақыты бар ма, соны оқитын дейді да. Көрдіңіз бе? Даже ана бір қыз бала представление не емейді, қай уақытта сыйыну керек екен, ми айналып кеткен ғой енді. 3 бала қатар туылғаннан кейін атыңды дамытып қаласың, білесіңдер ғой, үйде отырған, қатарынан бөпе босанатын адамдар білесіңдер ғой, атыңды дамытып қаласың даже. Сол ми айналып тұрған адам ғой, 3 қызы бар. Сол сөйдеп тұр даже. Аузыма сүрелер, аяттар келе береді, құлағыма келе береді, миымның ішінде қайталай береді жаңа сүрені дейді. Естіп жауып алайын қыздар, Мені көрдіңіз ба қыздар, бұл деген енді мен ол жағын ойламаппын. Мен ойлап тұрмын да, ол деген жүрегі тыныштыққа келгеннен кейін барып Аллах тағала сөйтіп жаңағы ой бала бар ғой. Айна, сәлем қыздар, қалайсыңдар қыздар, қалайсыңдар? Сол былай қарасаңыз, колоссальное изменение ғой, бұл деген уже рухани деңгей жоғары көтерілген, типа шутя айтқанда, даже жай айтқанда, Аллах тағала тікелей онымен байланысып тұр, көрдіңіз ба? Тікелей ол жаңағыдай өзгерейін деген ниеті болған кезде, тікелей оны кәдімгідей құлағына, миымның ішінде жүреді дейді да. Енді қыздар қараңдар, мен соны жаңағыдай бір
представляешь деп жаңа бір қызым маған неше түрлі бірдеңе жазған, жақсы сөйлесіп жүрген қызымыз. Соған представляешь голосовойын жіберіп жатырмын, осындай жақсы түс көрген, осылай деп қуанып жатырмын. Даже не ожидала, осындай бір 2-ақ ай уақытта осындай өзгеріс болады деп, я не ожидала десем. Ол енді ол мені мақтап жатыр. Шынымен де мен сіздің дауысыңызды естігеннен кейін маған да жүрегім тыныштық келді. Мен бұрын шапқылаймда жүретін едім, мен бұрын деген қайткенде не болады, қайткенде қалай үлгеремін деп шапқылаймда жүретін едім. Жүрегіме тыныштық келді. Это мне знакомо дейді да, осы состояниені мен түсініп тұрмын дейді. Жаңағы бір Индия жақта не бар екен дейді да. Енді Индияның адамдары бір дүниядан баз кешкен, одним словом да, андай байлыққа, олардың байы бар, өте төмен кедейі бар ғой. Кенжегүл, сәлем, қалайсың? Сонда бұлар деген Индияда болып келген таныс айтады да, олардың несі бөлек дейді, олар өздерін кедеймін деп ойламайды дейді. Осылай болады енді. Сол Индияда сол байлыққа көп нетпейді екен, олар өздерін кедеймін деп те санамайды дейді. Оларға мына рухани байлық не дейді да, бірақ енді біздің қазақ енді Индияны дейді да жаулап алуға барған ғой. Енді қайсысы екенін ұмытып қалдым, қай жаңа мықты екенін ұмытып қалдым, иә. Сәлем, Гүлнар, қалайсың? Қайсысы екенін ұмытып қалдым. Деп барып айтыпты ғой, мына елді жаулап алып керек емес, бұлар деген совсем мындай нас өте лас екен деп жеркенген екен дейді да. Сол енді ұмытып отырмын мен. Сол кәдімгі жаулап алып, тәртіпті енгізіп, үй тұрғызып, әдемілікті, байлықты үйреткен екен дейді да. Байлықты үйретіп, байлықты көрсеткен екен деп жаңа айтады тарихта. Енді олар өздері қанда, біздің қазақ деген біз баяғыдан байымыз ғой. Қазақ деген ол өзі жаңа ағы да ақ болғанда, жаңа ақ деген отырған сүті, майы, айраны, қымызы, шұбаты, дастарханда бауырсағы, еті, енді оның барлығы қыздар несібе байлығы. Сол тек жылқыны 5 жасынан баласына тай мінгізеді, ол байлық қой. Қараңыздар, мысалға бір қазіргі тай болғанда бізде бала 2-3 жасқа келгенде бір кемінде 15-20 мың велосипед мінгіземіз ғой. Ол велосипедті мінгізе алмайтын адамдар бар, оған мүмкіндігі жоқ адамдар бар. Сол сияқты бізде қазақта тайын мінгізіп, одан жаңағыдай балаларын солай нететін, қыздарын киіндіргенде де сәукеле дейді да. Сәукеле болғанда сау келеді деген сөзден шыққан дейді да. Сәукеленің өзін қырық-қысырықты жаңа нетіп беріп шеберлерге жасатады екен дейді да. Сәукеленің жаңа несі, былай қарасаң, бір жаңа табын жылқымен тең қымбат болғанда, көрдіңіз бе? Сонда бізде деген байлық деген дым емес біздің қазақта. Бұрыннан бай. Енді жаңағы айтайын, Ақмарал, сәлем, қалайсың? Қалдарың қалай? Енді қарасаңыз, рухани байлық ең бірінші сол байлық келсе, ең бірінші сол байлық болса, мен не айтайын ұмытқанымды шынымды айтсам, бір отырмын, есікті аштым, велосипедті алды, кілттедім де. Ой-ой-ой, мына балдармен бар ғой. Енді айтайын дегенім, жаңа қызымыз есіме түсер, қазір бір ой келе жатыр еді. Қызымыз сондай төменгі деңгейде состояние түсіп кеткен ғой. Күйеуімен де айқайласады, енесімен де айқайласады, барлығымен де айқайласады. Балдары ауырғандағындай, қалай айтсам болады, неврология. Енді ол анадай өмірі солай бетіп нетіп жүрген адамда неврология болады ғой. Қазір Аллаға шүкір, какое-то короткое время, 2 айдың өзінде неткен, тіліне сүрелер айтылып, миында аяттар нетіп жүрген. Көрдіңіз бе? Ол керемет. Қуанып жатыр. Мен шынымды айтсам, не ожидала этого. Сол жаңағы тағы бір қызымызға хабарласқан, ол айтып жатыр, я шынымен де сіздің дауысыңызды естігенде маған тыныштық келді. Жаңа Индия дегенде сол екен ғой деймін. Сонда Индияда мен баймын, менде бірдеңе бар деп біреу айтса дейді да, байлық туралы айтса, олар бүйтіп айтады екен дейді. Зато я жаңағы тыныш ұйықтаймын,
зато я спокойно сплю деп, зато мен тыныш ұйықтаймын. Мысалға ақшаның соңынан айтады ғой, жаңағы Құранда жазылған дейді ғой, ақша уысыма түссін, жүрегіме түспесін деп. Ақша жүрекке түсіп кеткен адам ұйықтай алмайды. Ақшаны қалай табамын зыз деп. Ал ақша уысына түсіп тұрған, жүрегінде иман ұйып тұрған адам ол тыныш ұйықтайды. Потому что ақшаның келетініне сенімді да, Аллах тағала несібені беретініне сенімді. Сондықтан сол өте керемет, қуаныштымын. Өткенде де бір осындай қуанғандай бөліскім келіп кетеді да. Қарап отырсаң, біздің осы парақшада кәдімгі живой подписчиктер ғой, енді өздері жайлап сарафанный радио дей ма, естіп қосылып жатқан адамдар. Сонда қарасаң, рахмет қосылып жатқандарыңызға. Әрбіреуіңіз қымбат екенсіздер. Әрбіреуіңіз маған қымбат. Мысалға, жаңа қызымыздың өзгерісі, ол маған хабарласты, сондай бір шынымды айтсам, естігеннен кейін бір ту, сен қандай нашар адам едің, неге сондай болдың, вообще басыңды ауыртып жібердің ғой деп ойлауға болады да. Ал мен ол қызды тыңдадым да, мен оның бақытты өмірін көзіме елестеттім да, сондай бақытты болуға лайықты жан екенін елестеттім де. Мен соған енді көршін тыңдап көрші, мен саған енді күйеуді сыйлау, енені сыйлау бәрін айту үшін 5 сағат керек, сен тыңдашы, бір нәрсе түсінсең хабарын берерсің деген адамым ғой. Мен оның өзгеретініне кішкентай да болса үмітім болды да. Сол менің кішкентай да болса махаббат қой, ол үміт деген. Кішкентай ғана үмітім оны осылай өсіріп жіберген де, осылай үлкен қылып өсіріп жүрген. Ол даже аян түс көрген ғой, түс көрген, түсін айтқанда енді мен ол түсті. Мен оны өзіне жорысам, енді ол есіне түсіп қайтадан жазып жатыр. Ол мені айтып жатыр да, менің любимый цвет киімімді айтып жатыр. Ол менің блокноттарымды айтып жатыр да. Сіз сондай блокнотпен жаңағы мықты звездалар 1 жыл бұрынға нетеді ғой дейді да, жоспар құрады ғой, солай нетіп жатыр деп. Екеуміз жоспарыңызды сіз маған айтайын деп отырсыз дейді да. Мені қалай елестеттің? Айгүл, сені жұмсарса екен, мына қыз жұмсармайды осы, жұмсару қиын боламын. Жоқ, быстыр жұмсардың сен де. Жылдам жұмсардың, білмеймін енді ол. Жылдам жұмсардың. Карантин помог, я? Карантин, еще одан кейін ораза. Аллах тағала ниет білдірген адамға, я? Қыздар, ниет білдірген адамға бәрі орындалады. Содан кейін мен кеше күндіз отырдым да, бір қызымыз жүрегімнен қоймайды, бір дауыс ести беремін да, соған сөйтіп айтшы, енді оған айтайын десем, ол басқаша қыз да, басқаша болғанда андай бар қыз да, бар өзінің еңбегімен ақша тауып, өзінің еңбегінен Астананың қақ ортасында торговый центрдің ішінде бутикте сауда жүргізіп отырған мықты успешный келіншек та. Сол айтайын ба, айтпайын ба, енді кішкене ондай адамдар өзінше не санайды ғой. Бірақ енді ол жетістікке жеткен адамның әрине жүрегі кең. Бірақ енді ол анадай жетістікке жеткен адамның кішкене буы болады да. Ол мен айтқанымды қабылдай ма, қабылдамай ма. Сосын алдымда шыдай алмай голосовой жазып жіберіп едім ғой. Сосын жазып жатыр, сөйлесейікші деп. Неге сіз оны маған айттыңыз, мен соны өзім қарап жатырмын. Менен консультация алған бұрын. Екеуміз күшті сөйлестік. Түнмен сағат 1-ге дейін, Астанаша 1, біздерше 12-ге дейін сөйлестік. Сол кәдімгідей көп болса бір 5 күн бұрын сөйлескен адам ғой. Одан кейін жаңағыдай қалып қойған информация оған келіп жатқаннан кейін жібердім да. Қайтадан сөйлескенде уже өзгеріп кеткен қыздар 5 күнге жетпей өзгеріп кеткен. Мен өзгеруіме көп себеп. Бірге болсын, Кенжегүл, сенен не үйренгенін айтайын ба? Сен деген, мен өзім былай қарасаң, любой жерден өзіме, бұл Аллах тағала маған не айтып тұр, бұл адам маған не үшін берілді деп жағы нетем да, мысалы, оны бәріміз осылай сұрақ қоюымыз керек. Бірақ сенің ол мен басқаша да, ты более мягкая. Мен кішкене қаттылауым ғой, мен тентектеуім ғой. Сен кішкене жұмсақтаусың да. Сол сенің пысығаныңды қаладым да, помнишь, айттым ғой, сен пысығаныңды қаладым да, бірақ сенің ана кішкене жұмсақтығыңды алдым менде, жұмсақтығы кішкене енді бар болғанмен менде тентектік көп. Сенен сол жаңағы әр нәрсені Аллах тағала маған не деп тұр деген нәрсені кішкене еще менің процентным соотношение сол қасиеттің өсуіне септік тигізсің сен. Бір-бірімізден үйренеміз ғой. Мысалға, жеке консультацияда адаммен сөйлесем ғой, соны жақсы бір нелерін кәдімгідей оған айтып жатырмын да, сен сондайсың.
деймін де, так мен қандаймын, мен сол жаңағы қасиет менде қанша процент деп ойлаймын да. Если менде одан көп болса, мен оған еще мынаны осындай қылуға болады деп, потому что сол деңгейді көтеруге болады, мен білемін ғой, себебі мен сол деңгейден көтеріліп тұрмын. Ал егер соның керемет деңгейінен мен сәл төмен болсам, мен сен соныңды жақсы көріп тұрмын, сол қасиетіңді маған еще алыңқырау керек екен деп, біз күнде өсеміз қыздар, күнде өсеміз. Күнде өсіңіздер. Сосын жаңағыдай бір алдыңғы төменгі нелерде жаңағы не бар ғой, пост бар ғой, әлде мен телеграм каналда айттым ба, кез келген жақсы қасиетті бір қыз айтады да, осылай бір эфирге шығып, қыздар, былтыр ғой қыздар, бұйырса 15 апрель жүгіреміз бірдеңе деп телеграмға жіберсем, маған жекеге жіберіпті. Сіз шынымен күліп тұрсыз ба? Сіз солай анау шын күліп тұрсыз ба? Мен адамдар күледі дегенге мен біртүрлі өзім күлмейтін болғасын сенбеймін дейді да. Сонда жаңа қызымыз көрдің ба? Мысалға біреуге күле салу оңай, біреуге бұл неге себебі низкий вибрацияға түсіп кеткеннен кейін анау күле алмай қаласың, даже жылай алмай қаласың. Ондай состояниеге түсіп кетпеңдер қыздар. Мен әлі намаз бастаған жоқпын, мен әлі анадай емеспін, мен әлі мынадай емеспін деп өздеріңізді бір низкий сортқа қойып болмаса, бір түзелмейтін бір адам сияқты қылып бір неге рамкеге тығып тастап, құдайға сыйынбай жүрмеңдер, сыйына беріңдер. Круглосуточно Алламен тілдесіп жүріңдер. Жаңа бір қызға ұқсап, жеке консультация мен өз жазылған жоқ та, оған қайнапасы ма сол неткен ғой, жарайды енді сөйлесейін деп қиналып кеткен ғой, проблема болған, енді ажырасудың ар жақ бер жағында тұр. Сосын екеуміз бастап сөйлесіп жатырық та, кішкенеден бейді. Кішкенеден айтады, нема сонда мен намаз оқуым керек па дейді. Бұрын оқыған негізінде. Сосын айтып, жоқ деймін, оны ол бәрі әйелден дегеннен кейін әйел сөйтіп, әйел бір андай табынып, әйел қиналып, олай емес. Әйел просто ойын жақсы жаққа өзгерте қояды, болды. Момындығыма ренжиміз осы кезде, момындығыма дейсің бе? Адамның нашары момын болады. Жоқ, сен момын емессің. Сен момындық деме, осы бойда жаз. Мен бұл даналық қой. Момын емес, сен былай қарап тұрасың да, алдыңды көресің да, мен қазір былай қатты сөйлесем, ол солай болады, сосын анау битіп кетеді деп сөйтіп ойлайсың. Сосын артынан сол кезде бір жақсы ой келді, сен ол кезде ешкім бетіне айтпай қалдың да, бір мезгілде бір уақыт өткеннен кейін ана шыз сыбырлайды да, сол кезде неге айтып тастамадың? О, Гүлзат ханым, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Сен неге сол кезде айтып тастамадың? Сөйтіп айтып тастағанда ғой, шыз сыбырлайды ғой, неге айтып тастамадың? Мен осы өмір сүмірейімді жүремін бірдеңе. Олай емес. Ол момындық емес, ол даналық. Сен ол кезде жаңағыдай бетіне келіп, бетіне бақырып, айтып болмаса бірдеңе жасағанда берекет қашатын еді. Бұл даналық, түсіндің ба? Менде даналық басым деп жаз. Айнаның көне берем бәріне. Көне бергенде оны білу керек, ол саған выгодны ма, қалай, не выгодны ма. Мысалға сен бір қарапайым нәрсе дейінші, тупой кәдімгі бір бытовой нәрсе дейінші. Мысалға сенің енең айтса да, үйде күніне 3 рет жу десе, жарайды деп 3 рет жуа берсең, ол сен 3 рет пол жуғанша 1 рет жуып, 1 рет жуып, одан да сол пол жуға алатын уақытқа бетіңді массаж жасап, бетіңе крем жаққаның артық, мысалға сол қалып қояды, жаңа шашың тарап айнаның алдында, сол уақытын қалып қояды. Сосын сол бір пол жуатын уақытыңда балаңмен сөйлесіп, құшақтап, арман мақсаттарын айтып, балаңа ақыл айтып, кішкене махаббатыңды бөлер едің. Егер сондай нәрселер қалып баратын болса, онда оны кәдімгідей айту керек. Жоқ, бір жуған жарайды. 1 рет жуам, басын кесіп алмайды ешкім. Сол жарайды деп салды, тупо бір нәрсе айтып отырмын да, сол жағынан ол өзімізді нетпеуіміз керек, жертва қылмауымыз керек. Просто сен кім, Ақмерек сәлем, енең айта береді, сол енең айтып жатқан сөзді, сол сөзді бойыңа сіңіріп, мысалға жаңбыр жауып тұрса, киімің су болып бүйтіп жүре бергенмен бірдей да, ененің артық сөзін ала берсең, ал сен зонтик ұстасаң, үстің су болмайды. Зонтик деген сенің өзіңе уақыт табасың, өтірік ол. Айна, мысалы, зонтик ұстасаң, сен үстің су болмайды. Ол зонтик ұстау деген сөз, ол енені тыңдамай бет шайын беріп қойып, оттамашы, осы қуа береді екен.
тағы бастады, осы сөзін ай деп сөйтіп отырсаң, сен сұп-сұр қап-қара боласың. Енеңе де жаман энергия барады да, бұл жерде үйдің берекеті кетеді. Сондықтан сен шай беріп отырсың, ол бір нәрсені айта береді, бір көршіні жамандайды, ана келінді жамандайды, сен сол кезде бүйтесің де, Алла, жүрегіне иман бере көр, нұр құя көр. Сосын бүйтіп сөзін естімейтін состояниеге жетесің. Соған солай жасау керек, сол айтып отқанда арасында айтып қойды. Мама бұлай деп айтуға болмайды деп айтады. Негізінде біреудің жамандығын айтса, соның жамандығы мойнына құйылатын көрінеді ғой. Жақсы сөз айтайықшы деп бір айт, екі айт, соны жетісіне бір рет айтып тұрсаң жарайды, оның миына установка, мына келін не дейді, не ұттап отыр мынау, мені оқытып отыр ма, не біледі бұл деп жаңа нетуі мүмкін, қарсыласуы мүмкін. Сен жетісіне бір рет айтып тұрсаң, ол адамның миына бәрібір установка құйыла береді. Сол ойды ол ойлайды. Сол ойды ойлағаннан кейін, ол программа қондырып қойғаннан кейін сондай нәрсе оның алдына келе береді. Бір кинодан көріп қалады, жақсы сөз айтқан адам жақсылыққа кенеліп жатқан кино көруі мүмкін. Болмаса бір көршінің үйіне қонаққа барған кезде бір кемпір кезінде әйтеуір сөйтіп бір жамандықты сөйтіп айтып отырды. Қазір сондай оның басында қазір сол кезінде жұртты жамандап еді, қазір сол қиналып жүр деп айтып қалуы мүмкін. Ол шынымен де өткенде келін сөйтіп отыр еді деп. Видите, установканы салып жіберіп үндемей отыру керек. Ана тұқымды сеуіп жіберіп отыра беру керек. Ал сен сен мысалға миыңмен айта берсең де, ол кәдімгі нейробиология ғой, бұл деген квантовый мир деп айтады ғой. Сен мысалға айна любой келінді енем оттай береді, енем өмір сөйтеді, күйеуім өмір бүйтеді, бұл сөйтеді, бұл сөз, сол ой сенің миыңа қаптап кіріп алғаннан кейін сен оны көре бересің. Значит, сен миың ішінде кино түсірдің, сол мына көзің лента болып бүйтіп көре бересің да, проектор болып көре бересің. Жаңа қызымыз айтып отырмын ғой, именно сол болотыға ене мен келіннің, күйеу мен келіншектің арасындағы низкий вибрацияға түсіп кеткен адам ғой. Ол просто телеграм каналдағы ене туралы, күйеу туралы көп нәрсе салдым ғой. Соны тыңдау арқылы ол бір тыңдайды, екі тыңдайды, миына тұқым сияқты болып себіле берген ғой бір сөздерді. Мысалға, мен кейбір кездерінде қатты айқайлап ұрысқан кездерім болды. Енді қатты айқайлап ұрысу емес, енді енді бүйтіп жүресің ба енді бірдеңе деген сонда, былай енді любя, конечно, бірде жайлап сыбырлап айтып баланы ұйықтатып жүресің. Талай аудиолар кетті ғой енді. Сол бір, екі, үш дәнектер құйыла бергеннен кейін оның миында новый установка қондырылғаннан кейін жаман ми өзің ойланасың ғой. Тағы басталып. Жолақтырмайын, келіп ішке. Жұрттың бәрі ішеді қазір алдынан. Өзің үйге келіп ішке. Кроссовка шешті ішке. Су ішуді баладан үйрену керек. Баклажкамен су құйып терезеден лақтыр дейді, өзі келіп ішсін. А то қазір балдардың барлығы аузынан ішеді, сосын микроб болмайды. Сол мысалға сен өзіңнің миыңда ойлайды да, адамның миы біледі ғой. Ол ми біздің организмді сақтау үшін берілген нәрсе ғой, Аллах Тағала сол үшін беріп қойған. Уже мидың өзі де бөлек жұмыс істегенде жұмыстап кетеді кейде. Оның өзі де ойлай бастайды. Миды бөлек өзіңнен автономды жұмыс жасап сені сүйрегенді жібермеңдер, ұстап отырыңдар. Сол өзің де ойлайды, мида бүйтіп ойлайды да, алдындағы жаман ойды ойлаған кезде мне было плохо. Мені бұл таза ойға шығарған жоқ, бұл жақсы ойлаған жоқ. Өмірімен жаман гормондар бөлуге приказ беретін едім. Қазір бұл жақсы ой ойлағалы, мен дене жақсы болып жүр қазір. Жүрек тыныш ұйықтаймын. Содан кейін ол жақсы ойды алады. Жақсы ойды көп жұмыс жасап, сол жақсы ойды бекітіп алады. Жақсы ойды ойлай беру керек, тыңдау керек, және жазып қою керек. Бұтаққан аяқ киім шеш, жақсылап қолыңды жу, сосын су іш, қолын жуып іш. Крышасы кетейін деген. Не істейміз? Жоқ, не надо так. Ой, жасамайды бұдан.
үйрен, ойла, күн маған пайдалы, күн менің қазір аяғымның қыста тиген салқындарды шығарып жатыр, күннен Д витаминін алып жатыр деп ойла, сонда не так будет плохо. Қолын жуып іш, бір қолын жуып іш. Крышасы кетейін деген, енді 80-нен асты ғой, кетеді ғой, ол крышаны білесің ба, совсем кетіп қалмас үшін Ясин сүресін қосып қойшы, естілер естілмес қылып, сосын Ясин сүресін оқып жүр, тазарсын. Ол сенің алдыңа келіп тұрған адам 80-нен асып қолыңда отырғаннан кейін, демек сенде мықты энергия бар, сол адамдарға көмектесетін. Ой, Алла сақтасын, жаңағы дәретін етіп жуып отырғаннан сақтасын. Шауып жүріп, ақ өліммен кетсін үлкендер, шауып жүріп кетіп қалсын. Аллаға шүкір, Майра Орхан бісмет насқала өзгере бастадым, мен сіздерді жақсы көремін. Иә қыздар, действительно ол махаббат, мен де сіздерді жақсы көремін, мен сіздерді сыйлаймын, мен сіздерді жақсылыққа лайықты деп кәдімгідей әрбірімен сөйлескен кезде примерно елестейді көзіме қандай екендеріңізді, соның басқа түрінде өзім нетем да, Аллах тағала заявка жіберем да, осындай болса екен деп. Ол еще лучше болып кетеді, таң қалам кәдімгідей, қатты өзгеріп кетеді адамдар деген. Көп нетпейді, көп ұзамай өзгеріп кетеді. Себебі неге хабарласты? Себебі ол өзгеруге шешім қабылдаған адамға Аллах тағала өзгеретін мүмкіндікті береді. Кешеде бір қыз өзіме уақыт жоқ, оны оқыдым ғой, әдемі болып отырсыз дейсің ба, ой ан души басымды жуып алдым ғой соңғы ғой. Сол кешеде бір қызымыз бір проблемасы бар да, ой Ләззат Кіртсәлем, қалайсың, өсіп жатсыңдар ма, сұрақ қойшы деймін да. Мен өзіме сұрақ қойдым, маған бірнеше түрлі варианттар келді. Почему? Потому что мен ол үйдің сол келінді, сол қайнапаны и әке шешесінің нелерін барлығын, сол жақтарын барлығын тарабынан ойлағаннан кейін менде әртүрлі ойлар келді да. Анау сөйтіп қойған шығар, мүмкін мынау бүйтіп қойған шығар деп. Сонда оған айтып жатырмын, өзіңе сұрақ қойшы, жауап келеді, өзіңе сұрақ қойшы, жауап келеді деп жатырмын. Сол енді маған соны өзімнің апам да айта береді. Мен видишь, екінші адам айтып тұр, өзіңе сұрақ қой, жауап келеді. Қалай келетінін білмейсің, келеді деп. Сізбен сөйлескім келіп жүр, Алия. Давай сөйлесе ғой. В чем проблема? Проблем жоқ. Так, не дейді? Апай, Майрагүл мен әдме, апай саламыз ба? Күйеу жұмысқа пиу ішеді. Жұмысқа пиу ішеді, оған қалай берсем болады? Күйеуім жақсы, кішкене совет бересіз ба? Ішеді дейсің ба? Кіммен ішеді? Өзі іше ме, біреулермен іше ме? Егер өзімен өзі ішсе, онда не может расслабиться, напрягает, бір нәрсе ойлайды, соны напряжение снимает, олар өздерін сөйтіп ойлайды. Өзімен өзі ішетін болса, ол анда жинап қалған напряжениені снимает. Әйтпесе ер адам әлсіз адам, это просто болезнь, шындығына келсе, ол әлсіздік деген ауру. Ол сол әлсіздігінен поддержка жетіспейді, шабыт беретін әйел жоқ, сосын ол пиво ішкенде расслабляет, и сосын ұйықтайды. Егер ол достарымен ішетін болса, значит, оның достары оны мақтайды. Күйе ғой? Мужской болған не сен? Не маған бәрі. Есік жауып жібер. Күн ыстық дейтін, далаға ыстыққа шыққым келмейді. Сол егер де достарымен ішсе, онда сол достары оны мақтайды. Ол достар оған не етеді, энергия береді, значит. Сосын енді ол шындығына келгенде әлсіздік қой, ол ішу, шегу, ойын ойнау, ол әлсіздік. Ол дофамин деген гормон счастье бар ғой, соны былай өмірден ала алмайтын болғаннан кейін ол солай арақпен жаңағыдай сондай нәрсемен алады. Мысалға біз энергияны қалай аламыз? Қазір мысалға мен жақсылап тұрып жаңағыдай басымды жуынып алдым да, соған мен қазір рахаттанып қалдым. Болмаса мен қазір әдемі жаман жерде тәттілеп тарымен шай ішіп алдым ба, мен рахаттанып қалам. Мысалға мен жаңа қызымның шашын будым, шашы өсіп қалған, қалыңдаған, деп мен соны көріп рахаттанып қалам. Біз энергия ала береміз. Күйеуге бере білу керек, күйеуге нетіп қашан соғайын. Алия, сен бар ғой, мен телефон жазылып тұр ғой, WhatsApp телефон. Өзі ішеді, видишь, өзі ішсе, значит, нетеді. Закира, сәлем. Қалың қалай? Қашан соғайын болғанда, ол
уақыт белгілейміз, иә. Сен WhatsApp-қа жазасың, біз екеуміз уақыт белгілейміз, сол уақытта сөйлесеміз, иә. Өзі ішетін болса сол ғой, видишь, напрягается, расслабиться еткісі келеді. Бір ер адам өзінің қоғарбасын ойлап кетеді иногда. Сондай сияқты болып кетеді. Ал шабыттандырсаң, ол кәдімгідей шабыттанып, сол сөзге барып айды да алып келеді, арыстанды да атып алып келеді дегендей, ер адамға шабыт бере білуіміз керек. Менде жаңа бір қызымыз деген күйеуін жамандап жатыр, бір диванда жатып алып, бір кетіп қалып ойын ойнап жүрген, бір тупой бірдеңе сияқты айтып жатыр да. Ең соңынан белгілі болды да, ол деген мықты кәсіби емес, былай любитель, спортсмен болып шықты да. Соны айтпай тұр, соны мақтамай тұр. Сондықтан қыздар артынан айтып жатыр ғой. Шүкір, күйеуімнің деген жақсы жақтары көп, мақтайтын нәрсе көп, оны даже мен тізіп айтып бере аламын. Побольше сондай күйеулерінің жақсы жақтарын көп айтыңдар, жазып қойыңдар даже. Ойлаңдар. Тар емес, нормально, кең болып тұр ғой, Фигуша. Действительно, что ты түрің, бетің сумен жуып жіберші. Бетің жуып жіберсең, ақлаждай дейді, қолының басын бетің жуып жібер. Шықпай-ақ қой, онда ыстық аламай тұрса. Сағат қазір 5-терде ыстық басылады, сол кезде шығарсың. Қара енді өзің. Рахмет, бүгін емесіп шабыт берген. Қазір күйеу жақсы болады, видишь? Бәрі жақсы болады. Ол біз әйелге байланысты екен деп, иә, қыздар, өздеріңді ұмытпаңдар. Әйелге байланысты деген сөз, ол бірінші біз өзімізді жөндеп алуымыз керек. Біз өзіміз бірінші Алладан қуат алып, үйімізді тазалағанға рахаттанып, бала шағамызды айналып толғанға рахаттанып, пісірген үйімізге рахаттанып үйренгеннен кейін, содан кейін барып бере аламыз. Былай өзімізді ұмытып, өзіме тым уақыт жоқ, я бетіме крем жақпаймын, я басымды уақытында жумаймын, я бір тырнағыма қарамаймын, я бір киімімді, әдемі киімді кимей, таза киімді ауыстырып үлгермей, қазір осы лас киіммен жүре тұрайыншы, үйді жинап болғаннан кейін таза киім киерім деп, ондай болмаңыздар. Бір қонаққа барам деп алып қойған киімдерді киіп алыңдар. Керек емес, үйде албас сияқты жүрмеңдер. Нервы болып жүрмін. Нервный болма. Нервный болу деген, әйелдің нервный болуы, ол күштің жетпеуі. Ал күштің жетпеуі, ол күшті аларсың ау. Күшті алған күшті қайда жіберіп жатырсың? Сол. Мына кемпір алжиын деді, мына кемпір мынадай аузынан сөздері, мына сөзі ұнамайды, ана сөзі ұнамайды деп қарғанып жүрсең, онда үйдің берекеті де қашады, сенің де берекетің қашады. Жаңағы неңнің ене 80-нен асып тұрған ене, ол кісінің қасында болған әрбір күнің садақа. Ол кісіге жасаған күтіміңнің әрбіреуі сенің балдарыңа ертең кашук жаңағы боғын шығарсаң, кашук золото болып келеді. Сондықтан бұл кісіні бала болып бара жатыр ғой қазір қайтадан. Сол кісіні, үлкен кісіні күткеннің өзі саған үлкен сауап. Сондықтан сауап алу мүмкіндігінен жаңағы нетпей, есікті жаппай кетті. Өзіңді жертва сезінуді сен тоқтатып едің, қайттан бастап алыпсың. Сен соны, помните, мен саған қаттырақ айтып жібердім ғой, сен көктемде ма қосылдың. Сол кезде мен саған қаттырақ айтып жүргеннен сен еттің, опять сен қазір жалуешісі. Бұрын сен балдарды айтатын едің, балдар қазір шүкір деп өзің миыңа қонды. Енді сен жалуешісі. Өлтіріп салың да кемпірді у беріп. Өліп қалатын у тауып алып өлтіріп салып, тыныш өмір сүресің. Ты же этого не сделаешь и не хочешь. Зачем сен жаңағы оны ойлау арқылы сен өзіңді де оны да өлтіріп жатырсың да Алланың алдында. Ол адамның әрбір несін ұнатпай, сен мына адам өмір сүруге лайықты емес, мына кісі кетіп қалса екен жылдам деген ойламаймын деп ойлайсың, подсознание соны ойлап кетеді. Сондықтан есің жи, не жалуйся. Или айт Құдайға алып кет деп, сен де қосып алып кетсін сосын. Не надо так жаловаться. Қорқыңдар қыздар, ойдан әрбір ойға жауап береміз, Алла сақтасын. Ертеңгі күніңді ойла, ертең сен де 100-ге келіп отырасың, ал не істейсің?
Сен енең білмейді дейсің ба, сен не ойлап жүргеніңді сезеді. Ол өлмейін деп отыр дейсің ба, кеткісі келіп отыр ана жаққа, кете алмайды. Аллах тағала осы дүнияға ұстап қойды, отырсын енді. Понимаете, қыздар, не жалуйтесь, не надо вообще. Алла сақтасын, Алла сақтасын. Ертең балдарың өседі, ертең балдарың үйленеді, ертең балдарың жұмысқа орналасу керек, жақсы оқу керек, оның алдарынан жақсы ұстаз шығу керек. Соның барлығы үшін саған деген бонус керек емес па? Сауап керек емес па соның барлығы? Ертең сен, ладно, біз де кетеміз. Осы поколение, біз де ертең дүниядан кетеміз. Біздің артымыздан ұрпақ, қандай ұрпақ қалады? Біздің мына бүгінгі әрбір ойлап отырған ойымыз біздің балдарымыздың болашағына беріледі. Мына баланың, мысалы, 5 жасқа дейінгі бала, 5 жасқа дейінгі бала дейді, 10 жасқа дейінгі сөйтейік, мысалы да, адам кемінде 100 жыл өмір сүру керек. Баланың бірінші дүнияға келген 1 жыл бойы не ойлап жүрдің, ол баланың алғашқы 10 жылдығына әсер етеді. Мен оны еш жерден оққан жоқпын, мен солай өзім миыма сөйтіп сондай ой келді. Мен баланың 1-ші, 2-ші, 3 жасына дейін күшті болып жүрдім, 4-ші жасында енем жек көріп жүрсем, балам 40-қа келгенде сондай әйелден қорлық көруі мүмкін, Алла сақтасын. Мен баламның 5 жасына келгенде мен бір күйеуіммен алысып, күйеуім жек көріп жүрсем, балам 50 жасында бір қиындыққа келуі мүмкін. Ер адам ретінде оны біреу жек көруі мүмкін. Қыздар, естеріңіз жиыңдар. Олай вообще не жалуйтесь, не надо. Өздерін аясаң, қоқыр арасында аяп, жаңа шыққан бір жерін көріп жаралы болыпты деп, жаралы болмаңдар бостан босқа. Өзіңді аясаң, аяй бересің. Онда өзімізді бесікке бөліп жатқызып қояйық, жатайық семіріп бесікте. Не үшін жүрміз мына өмірде? Не үшін келдік? Жарқырап жүріп әйелдік миссиямызды орындайық, әйел болайық кәдімгідей. Ана енем, анадай. Бұл деген не деген сөз? Мен айналадағы адамдар менің фантазияма сәйкес келмей тұр. Менің фантазиямда, мен бала кезімде мен хотела осындай, мына ене вообще надоело, мына ене менің ойыма сәйкес келмей тұр. Мына тырнақшаға алыңдаршы, ойыма сәйкес келмей тұр дегенді. Значит, действительно сенің ойыңа сәйкес келіп тұр сол ене. Значит, сенде жаман ой бар, сосын енең сондай. Ана бар ғой Құранда. Құранда Құдай айтқан ғой, кәдімгі Аллах тағала айтқан. Өзіңді өзгертсең, мен айналаңды өзгертіп берем деген. Поэтому даже былай ғылыми айтқанда, мына баяғыда бала кезімізде кино көруге барамыз ғой, сонда лентаны салады да киномеханик, айналдырады, бір деп айналып тұрады, анау неден лентадан бүйтіп кино көреміз отырып. Лентаны ойлап табатын өзіміз, ол біздің ойымыз, мына киномеханикте өзіміз көріп отырған, көрсетеді, Алла көрсетеді проектордан соны. Поэтому киномеханик, кинорежиссер, сценарист өзіміз, өміріміздің сценаристі өзіміз. Поэтому сценарийді нормально құрыңдар, прям жазып қойыңдар сценарийді. Вообще не надо, не жалуйтесь. Зарлай бергенде Аллах түгіл, кең Аллах тағала, мейірімді Аллах тағала түгіл. Сен де ұнатпайсың ғой зарлағанды. Келіп қасыңа бір бала келіп, балаң келіп, мә деп 1 сағат жылап тұрса, болды ғой, айтшы, не керек саған дейсің ғой. Зарлап мияулағанша Алладан не керек екенін ойлап, сол нәрсеге лайықты болу үшін талпынып, сол нәрсеге және лайықты екенімізге біз сенуіміз керек. Біз сол жақсылыққа лайықты екенімізге сенбей, бізге ешбір жақсылық, ешбір денсаулық, ешбір махаббат, ешбір байлық келмейді. Лайықтымын деп сіздер сеніңіздер, өздеріңіз қимылдаңыз, жүгіріңіз, жақсы ойлаңыз, Аллаға сыйыныңыз. Бере салады, мен жағымен мысал келтіру үшін шығып отырмын ғой. Просто телеграм каналдағы аудиоларымды тыңдаған 2 ай уже Аллах тағала оның ойына аяттар салып тілін күбірлетіп жатыр. Тіліммен аяттарды айтып жүрем дейді. Айналып келе береді аяттар дейді. Мен оны қолым босағанда кешке ғана оқимын. Арнайы өзінің мен дұрыс па оқып жүргенім, арнайы әлде оқитын уақыттары бар ма дейді. Ал енді соны айтып жіберейін. Дым намаз оқымай жүрсеңіз, былай дейді. Кешке қарай сыйынған, кешке қарай Аллаға сыйынған, мына қарттығыңның жақсы болуына жақсы әсер етеді дейді. Ал егерде таң намазының уақытында сыйынсаң, мына жастық өмірің, мына 20-дан 45-50-ге дейін өмірің тамаша өтеді дейді. Егер кешке қарай түнімен сыйынсаң, қарттық, мына күннің бататын уақыты бар ғой. Күннің бататын уақыты 70-тен, 60-70-тен кейінгі өмірің тамаша болады дейді. Сондықтан 5 уақыт оқысақ тіптен жақсы болады, мүмкіндік болса.
күшті ой салып жатырмын. Баланың әр жасында өз қалпымыз. Иә, бабамыздың болашағы деп баламыздың аяқ бассақ абайлап қадам басуымыз керек. Сол ғой енді, оны біз өзімізге өзіміз отчет беріп, өзімізге өзіміз сөйтіп қойып алмасақ, мен де ма жаловаться, мен қазір жаловаться етсем, қосылып жылап отырайын онда. Мен де жаловаться етейін. Мен де жетеді тоже, мен қорқам жаловаться етуге. Мен қазір бүгін видео салайыншы, ана қыздың еңіреп тұрған қыздың видеосын салайыншы, ұялып кетесің. Мен кеше плов пісіріп жатсам, қызым айтады: мама, мен де күріш жақсы көрмеймін ғой, гречка пісірші дейді да. Сосын бергел дедім, бергел. Видеоны аштым да көрсеттім, қара. Все, мама поняла, все дейді. Мен көрдің ба ана қыз не деп тұрғанын? Сен бар тамақты таңдап тұрсың. Екінші тамақ таңдаушы болма деді. Көрдің ба ана қыз не деп тұр? Сол видеоны мен қазір саламын, страшно енді, вообще Алла сақтасын. Оның қасында біз байымыз, енді ол байымыз қазақты шүкіршілік өлтіреді жоқ, өлтірмейді шүкіршілік. Байлыққа талпыну керек, бірақ байлыққа лайықты екенімізді білуіміз керек бірінші. Біз өзімізді неге енені жек көреміз? Неге күйеуді жек көреміз? Неге? Себебі біз өзіміз жек көреміз. Өзімізді өзіміз сыйламаймыз. Неге өзіміз жек көреміз? Себебі өзімізге жаңағы айтқан уәдені өзіміз орындамаймыз. Біз өзімізге айтамыз: ертең таңертең ерте тұрамын дейміз. Или болмаса мен ертеңнен бастап бүйтемін дейміз. Бірақ соны орындамаймыз. Сосын өзіңді өзің жей бастайсың. Подсознательно неге істемедім, неге ар ождан бізді жейді солай. Сосын өзіміз жек көреміз, алып келеміз де айналаны жек көре бастаймыз. Звондап жатыр. Өзімізді жек көре бастаймыз. Сосын өзімізді жек көргеннен кейін сол өзіміз кінәлағымыз келмейді. Өзіміз ақтап алу үшін айналдан кінәлайтын адам іздеп тауып аламыз. Маған бір звондап жатыр. Қазір сол, так, сіздің осы айтқаныңыз ұяламын, бірақ ұрысым тағы болмайды. Конечно, Айна, ты очень смелая, сен нағыз өзгеретін адамсың. Сен мені сөйтіп ойлап қалмасын деп отырмайсың, сен жазасың. Быстро өзгеретін адамсың, сен өте жылдам өзгеретін адамсың. Батылсың сен. Сен жылдам өзгеретін болғаннан кейін осылай істеп тұрсың. Сен мені жұрттар кем деп ойлап қалады, мені бүйтіп қалады, ондай жоқ сенде. Жылдам өзгеретін адамсың, правильно делаешь, молодец. Менің балаларыма тамақ тағайды. Балалардың әдеті ғой, бірақ ұрыспау керек, оны жайлап айту керек, түсіндірмесе, мен жаңа видеоны көрсеткеннен кейін түсінді. Бірақ мен ол видеосыз да түсіндірем. Ой, басталды, сыладым, су ішем. Біз баяғыда ауылда деген ыстыққа шығып кетіп, бұзау іздеп, ана бір талдың басына мініп, жыланның ұясын іздеп жүре беретін едік қой бала кезімізде. Қаланың баласы шыбық дейсі шыңқ етер. Все болды, үйге көремін, ыстық дейді. Еще ыстық болғанда күннің көзінде жүрген жоқ, талдың төбінде жүр. Ай, қаланың балдары деп күлетін едік. Өзіміздің балдарымыз. Мен ауылға тұрғым келіп кетті, шынымды айтамын. Ауылға барып тұрып келмегесің кішкене дейін бе? И так онлайн болатын болса сабақ, ауылға барып тұрып келетін. Енені не істесем алдыма келеді дейді ғой. Иә, ол атаңа не істесең алдыңнан шығады деген сөз бар. Жақсы ойлау керек. Ененің түрі болады. Мен бір ене айтып берейін, қыздар күлмеңдер, дейді. Мына карантиннің уақытында дейді, сол ененің қолына барып тұрып жатырмыз дейді. Солай получилось дейді. Карантиннің уақытта еще сол, видимо, екеуінің де жұмысы тоқтап қалып, ененің ақшасына қарап қалған. Сол енем дейді, қазанды бермейді дейді, өзі пісіреді дейді. Еще енем шашы қысқа, тамаққа шашы түсіп кетеді дейді. Өзі таза енгеншік болып тұр ғой. Еще ол деген туалеттен шыққаннан кейін қолын жумай балдарға тамақ береді, қолын жумай тамақ пісіреді дейді. Не істеймін дейді да. Енді страшно ғой, мен айтамын. Сен, значит, мықты кірпияз боларсың. Мүмкін сен енеңді ұнатпайтын болып тұрсың, енді Аллах тағала көріп тұрсың ба? Қашып кетейін, сен карантин, сонда ененің қасына қойып қойған, көрдің ба қыздар? Айтам, енені қабылдаңыздар. Жақсы болатынына сеніңіздер өзгереді, жақсы болады. Сенің фантазияңдағы енеңе айналады, если сыйласаң, Аллаға тапсырсаң. Сосын былай қылыңдар, отпустите,
адамды ұстап алып мен мынаны өзгертемін деп ұстай алсаң ешкім өзгермейді. Біз өзгерте алмаймыз, біз өзімізді өзгертуге күш таба алмаймыз да, оны өзімізді өзгертетін күшті Алладан аламыз. Поэтому басқа адамды өзгерте алмаймыз, айналадағы адамдарды идеально қыла алмаймыз. Сондықтан кәдімгідей ты свободен, я тебя отпускаю, сен боссың, мен сені жібердім, мен сені енді саған ешқандай іштей претензия айтпаймын, претензия нетпеймін, мен саған ешқандай жаңағы ренжімеймін деп. Я опустила живот, ну в такой возрасте. Не ол? Сөйтіп жіберіңдер, ұстамаңдар адамдарды. Ене үйдің қазынасы, жасы 70 жамында тырнағын алады. Жасаймыз көйін қарайда енеме айтып жүрмін. Видишь, сенің энергияң жетіп тұр соған. А, Б, Д, В, Лина деп тұр. Сол сенің махаббатың жетіп тұр. Сондықтан у тебя получается энергияны өзіңе алып, оны сақтай біліп тұрсың. Мария ханым, алтын қыздар көп ештеңе жазбай кетіпсіз ғой. Мына балдармен нетем, ана қыз есікпей жатыр ғой. Ол білет, телефон тығылып жатады өмірі. Сосын жаза алмай қалып жүрмін. Поэтому мен таңға жүгіруді бастаймыз, сонда побольше будем работать, хорошо? Ойыма келгенде айтып тұрамын. Алладан қорқпа, Аллаға сен, Аллаға сыйын, Алладан жақсылық келетін біл, айна, хорошо? Қыздар, Аллах тағала, Алладан қорқатын адамдар, Алладан, мен байқадым, ата-анадан жаңағы ұрсыстық таяқ жеген адамдар Құдайдан қорқады екен. Әке шешеге еркелеп өскен адам Аллах тағала мейірімді деп ойлайды екен. Мен байқадым соны. Поэтому біз 13 жасқа дейін әке шешеміз бізге Құдай сияқты болады. 13-тен кейін оның кемшіліктерін көре бастаймыз. Сондықтан папа маманы сыйлаймыз, жақсы көреміз, ешқандай претензия айтпаймыз, оларға просто тағзым етеміз өмір бергені үшін. Сонда мысалға лампочка светильник тұрда, сол жану керек та, сіз светильниксіз, сіз жану керексіз, сіз қараңғы үйді жарық қылуыңыз керек. Бірақ светильник мысалға екі не бар ғой, розеткаға тығады ғой, екі вилкасын. Сонда светильник жанады. Енді представьте, ана тоқ келіп тұратын розетка, ол Алланың қуаты келетін жер. Ал мына екі вилканың бір жағы папа, бір жағы мама. Сол ана розеткаға салған кезде мына Аллах тағаланың қуатын аларда, әке шешенің жаңағы екеуін сыйласақ қана Аллах тағала бізге қуат береді, біз сонда светильник болып жанамыз. Понятно? Әке шешені жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Бұтақан не тұр ғой, ештеңені, пожалуйста, я работаю. Не орысша сөйледіңдерші? Болмайды ғой. Хорошо? Сен сабақ оқытқан кезде қағаздарыңды қозғасаң ұнатпайсың ғой, сол сияқты. Коронавирус да, кәдімгідей вирус, коронавирус ба? Жазылып кетті, ештеңе етпейді ғой. Кәдімгі грипп қой, разновидность гриппа жазылып кетесің. 15-20 күнде жазылып кетеді ғой, полностью. Жаңағы қатты тер шығып, терлеп нетіп жатқан шығарсың да. Ясин сүресін оқи ғой, Гүлнар. Ясин сүресі деп, Мишари Рашид Ясин сүресі деп MP3 скачать етті, телефоныңа күні бойы қосып қой, соны және оқы. Даусың бас, ботам. Ескерту көп айтады. Айта берсін. Өзі, видишь, мен сияқты жасамайды деп өзі ойлайды ғой. Любой адам мен сияқты неге жұрттар ондай емес, неге мен сияқты емес деп сол өзін құртады да. Айта берсін, ағыласың. Сөйлеп қалама жыбырлағанын қоймайды, айта берсін. Төменде не бар? Сол, иә, қыздар? Жаңа бір нәрсе айтам дедім, ұмытып қалдым. Әлі айттым ба? Солай, қыздар. Алла бұйырса, таңертең ерте тұрып жүгіреміз, дыхательный упражнение, йога барлығын барынша көрсетем. Сондықтан енді онлайн сабақтар ары қарай жалғасады деген сияқты. Ертең грипптің обострениесінің уақытында тағы да
кішкене шектеулер болады деген әңгіме болып жатыр. Сондықтан келесі карантинде энергиямыз өзімізде болу үшін үйде отырып энергия алып жарқырап жүру жағын сіздерге үйрететін боламын бұйырса. Если хотите, Алламыздың соншалықты жақын екенін біздің әбден біліп алсақ, Алламызға еркелей берген. Иә, дым саспай тыңдап. Иә. Мына Алланы алыстату деген, біз бала кезімізден бір түрлі Аллах тағала аспанда, бұлттың жағында отқан ата деп ойлаймыз ғой, Құдай аспанда деп. Аллах жүрегімізде. Аллах тағала айтады ғой, ертең қай кезде басталады. Таңертең ерте қараймыз, мысалы таң намазы біздерше 5-терде таңғы тәтті ауаға шыққан жақсы да. Лучше сондай таңғы тәтті ауаға шыққан жақсы. Сол уақыт не болады? Өте ыңғайлы болады. Энергияны көп аламыз да. Зарядкасы бітіп жатыр. Сол тәтті ауаны алып нетейік. Сол таңғы ауа, таңғы ауа адамға оптимизм береді. Таңғы ауа кәдімгідей бір не болса да менің күшім жетеді деген сияқты. Байстамы таңғыда ерте тұрып таңғы тәтті ауаны сорсақ, не нәрсе болса да менің күшім жетеді. Не болса да свет. Отақан светті жарығына жағып жібересің бе? Честно, несіне тұрған сияқты. Тағы ұш. Осы да? Сол марафон. Сол марафон болғанда енді мен түсінгенім, өзім, мысалы мен бұрын сіздермен жұмыс жасамаған кезде мен өзім уақытында йогамды жасап, өзіммен өзім жұмыс жасап, өзіңнің күшің өзіңе жетеді. Енді қазір сіздермен жұмыс істеп жатқаннан кейін мен өзіммен айналыспай қалдым былтырлары. Енді мен сіздерге алтын қыздарға жазбай қалған себебім осы карантин уақытында мен сіздерге басында айттым ғой, работайте над собой, жалтақтап, әркімді тыңдап айналаға нетпеңдер. Мына нетіп тұрған қарашы, жарық дұрыс түспей тұрған қарашы. Жаңа баланың көңілін қимай, сотканы бердім де зарядкасы отырып жатыр. Бұлай қойсам, кішкене более-менее жарық түсіп тұр. Сол сондықтан мына қанша біздің басымызда жақсы ойды ойлап, жақсы ойды қанша біз жазғанымызбенен, қанша ойлап жазғанымызбенен біздің егер қанымыз айналып, қан качать етіп, дұрыс гормондар бөлінбесе, біз ешқандай нете алмаймыз. Сол ұйықтап қала береміз. Мына ойды тек қана аффирмация, тек қана жақсы ой адамды нете алмайды. Енді Құран сүрелерін оқу жеңілдік береді, бірақ біз қимылдап қозғалуымыз керек. Мына просто 15 рет отырып тұрып приседаниенің өзі качает кровь, қанды качать етіп жүрекке және миға жібереді. Соның ішінде бізде миға көп қан керек. Біз миға салған ойымыз әрі қарай сіңіп, тамыры кеңге жайылып, орнығу үшін біз көп қимылдап, көп қозғалуымыз керек. Даже былай қарасаңыз, приседание жасамай ақ дыхательный упражнениемен қанды айналдыруға болады. Мысалға да қазір былай отырып болсын, тұрып болсын, ауаны качать етуге болады. Мысалы, ауа алдың, алып, ысқыру керек. Мұнан алып шығарып 10 рет істеп көріңіздерші. Қазір айналада ешкім болады ғой, ұят айналада адамдар отыр, істемей ақ қойыңыз. Егер айналаңызда ешкім жоқ болса, жасаңыз. Мына қолды көтергенде ауаны аламыз, төмен қарай түсіргенде резко шығарып жібереміз. Міне. Бас айналса қоя қойыңдар. Қандай ощущение? Миға ауа барып жатыр, мына көкірек тұсқа, даже қолдың басына бір какой-то бір опьянение, мас болып жатырсың. Даже бір бәрін сезінесің. Егер сенде қатты стресспен забиті болса, кішкене ғана не болуы мүмкін, кішкене ғана әсер етуі мүмкін. Егер сен қазір расслабленно отырсаң, бүкіл энергияны сезесің, шымырлап бүйтіп өтіп жатқанын сезесің. Соның өзі сын дыхание кәдімгідей дыханиемен жұмыс жасау керек қыздар, действительно. Бұл аваральное дыхание дегенді барлығыңыз біліп алған шығарсыздар. Ішпен демалу. Кішкентай бала деген ішпен демалып жатады, былай.
іші қозғалып жатады. Біз оны мына тек жоғарғы түспен демалып кетеміз. Қай уақытта мына стресске неткен кезде, стресске кеткенде поверхностное дыхание басталады. Неге? Себебі ана қорыққанда тынып қалып, іштен тынамын дейсің ғой. Қорыққан деп қаламыз ғой, стресс. Сосын жай демаламыз. Анау сен ұйықтап кеткенде расслаблен, сосын бүйтесің ғой, қорқып кетеді деп қорқып кеттіңде, сен екен ғой дейміз ғой. Сонда сен екен ғой, мен қорқып кеттім деп терең демалып көрдіңіз ба? деп қалып, сол жылдар бойы қорқып жүретін адамдар болады. Солай жоғарымен демалып, мына жермен демалып, барлығы шүкір екен ғой, Аллаға шүкір, бәрі Аллаға байланысты екен. Демалып жүруге болады, көрдің ба? Какая разница? Большая разница. Жоғары жақпен демалу дұрыс емес. Мына кислород біз өкпеге керек деп ойлаймыз ғой. Кислород больше миға керек. Миға кислород керек бізге. Миға кислород барып тұрса, мидағы ой жақсы жұмыс жасаса, біз өзіміз жақсы сезінсек, энергияны біреу айтып жатыр ғой, енемнің тырнағын алам деп 70-тегі. Видите, анау адам өйтіп біреудің тырнағын алып бере алмайды, бір өзінің тырнағына уақыт жоқ, өзіме уақыт жоқ, өзінің тырнағын ала алмай жүрген адамдар бар. Сондықтан кәдімгідей жұмыс жасау керек над собой, иә? Өзіміз жұмыс жасамасақ, табамыз уақыт табуға болады. Сосын міндетті түрде мен 4-5 упражнение берем, ұйықтар алдында жасауға, хотя бы жалқау болсаң, ұйықтар алдында 4-5 упражнение жасасаң, сол кәдімгідей өзің рахаттанып ұйықтайсың. Молодец. Кішкентай нәрсе жасадыңда молодец сен де өзің, кішкене. Мына қолды қозғау керек. Қолды қозғау керек. Сосын мына мойынды қозғау керек. Мойын. Қарттық келеді әйтпесе. Сосын мына омыртқаны, белді қозғау керек. Омыртқаны артқа, алға созу керек. Мойын, омыртқа, аяқ, иә, мысалға аяқты, былай аяқты қасымызға көтеріп, қоя мына жерде тұратындай. Мен бір мысалға тұрып, иә, көрсетіп жіберейін. Мен мысалға бұрын ішімде бөпем болса да тұрып, аяғымды қасыма, иә, қазір мына аяғым нетіп тұр, резко шпагатқа отырып, аяғымды ауыртып алғанмын да, міне келмей тұр. Мына аяғым қасыма келеді, иә, міне ұстап тұрмын аяғымды. Бұл аяқ менің қасымда былай тұратын еді бұрын. Жасамағаннан аяқ кетіп қалған. Міне просто былай ұстап тұрмын, қасымда тұрмын. Міне аяғымды ұстап тұрмын просто. Иә, просто ұстап тұрмын. Ол бұрын мына жерінде қасымда тұратын еді. Айналыспағаннан ол кетіп қалады. Соны жайлап нету керек. Таңертең тұра алмаймын. Таңертең тұра алмағанда кешке жай жатасың. Сосын таңертең тұра алмайсың. 10 минуттан кейін қарай шегіндіре бер. Сол 10 минуттан кейін қарай шегіндірген жайлап тұрасың. Сол мен сіздерге аяқтарыңызды бүйтіп қасыңызда тұратындай мықты гимнаст бол демеймін. Ол 2-3 жылда келетін нәрсе. 2-3 жылда. Белмен жұмыс жасау, мысалы біреудің позвоночникте несі болуы мүмкін, травмасы болуы мүмкін. Мен ол позвоночникте травмасы бар адамға деген қолымды былай істелеп, артқа қарай қатты былай шалқай деп айта алмаймын. Травмасы бар адам жібермейді ол травма. Бірақ оны жайлап, сол дыхание арқылы мына травманы қуу керек. Жайлап, мысалы, упражнение жасау, соның барлығын бұйырса жайлап айтамын. Потому что карантиннің уақытында отырдық. Былайғы уақытта далада шапқылап жүргенде білінбейді. Отырғаннан кейін, қозғалмағаннан кейін ол тұрған қан нете бастайды. Что-то мына уақыт бітейін деп жатыр. Тұрған қан сасый бастайды дегендей, шіріп кетеді дегендей қимылдау керек. Сол қыздар, иә, уақыт бітейін деп жатыр. Мен аяқтайын. Бұйырса, уақыт осылай болып жатса тағы шығамын. Ертең Алла бұйырса, Алла сәтін салса таңертең ерте тұрып, осы парақшада бастаймыз. Содан кейін барып кім ары қарай өзімен жұмыс жасайды, бөлек парақшада нетеге, потому что мен мысалға осылай керіліп, созылып, елдің бәрі көретін нәрсеге мен шыға бермеймін, ол болмайды. Түсінбейтін адамдарға ол керек емес, мен өзімнің энергиямды босқа шашпауым керек. Мен өзіміздің қыздармен бірге жұмыс жасауға болады, қыздар, Алла берсе. Жасаймыз жұмысты. Себебі әйел адам гибкий болу керек. Несімен де гибкий, уақыт бітіп жатыр, қыздар, үлгермей қалармын. Қанша уақыт 59-дан асып жатыр уже. Пока қыздар гибкий болайық, былай да мінезбен де денемізде гибкий болсын, сонда өмір тамаша болады. Все, пока, мен қазір үлгермей қалармын, сақтап.